Алла Тағала тозақты жаратты да, оны көріп келуге Жәбірейілді жіберді. Ол келіп, мұның қандай екенін білсе, барлық адам мұнда түспеу үшін барын салар еді дейді. Алла Тағала тозақтың сыртын не бір сауық сайрандар мен, ойын күлкілер мен, рахат, ләззаттар мен қоршайды да, оны көріп келуге періштені жібереді. Жәбірейіл періште қатты уайымға беріліп келіп, бұдан енді ешкім аман қалмайтын шығар депті. Алла Тағала жәннатты жаратты да, оны көріп келуге Жәбірейіл періштені жұмсады. Ол келгесін, жәннатым қалай екен деп сұрады. Періште, адамдар мұның қандай екенін білсе, бірі қалмай осында ұмтылар еді, деді. Алла жәннаттың айналасын ұзақты күнгі ораза, тәтті ұйқы кезіндегі намаз, қиыншылықтағы сабыр, азға қанағат, жанға жақын мал дүниеден берілетін зекет секілді нәпсіге ауыр тиетін нәрселермен қоршады да, Жәбірейілді көріп келуге қайта жіберді. Ол келгенде, бұған енді ешкім кіре алмайтын шығар деп қорқамын депті.